Күняшы олсын айлы ноға ел радио тыңлаушылар. 103.2 толқынында туған тілде хабарласуымызды басылаймыз. Бүгін бізде 29-шы сарытамбыз кіші ема күн. Міне яздың ызғы айы да ызына юқлайды. Тезден оқу елі басланады. Тек түнегілерде Жәнібеков атлы орта мектебінде оқытушылардың жиыны озды. Онда білім тармағының жетекшісі Алтын Дауыт қызы Агаспарова оқуға әзірлік бойынша өзінің мақаласын оқыды. Келгендерді қош көріп алдылар район әкім басылары. Бәрі оқытушылар да яңы оқу жылына әзірлік көріп тұрадылар, өзікті оқушылар да. Бүгін болса мен сізге ауызлама халық яратушылық бөлігінде қазақ жырларды естірмеге сүйемен сыйлы радио тыңлаушылар. Ауыл поэзиясы ядан оғай ел әдебиеті кітабынан. Қаршыға құс, игі құс, қанаты қысқа болса не болдау, қатар бұзып ол айуан, қас төңтөріп алған соң, ылашын құс, игі құс, қаралтысы кішке болса не болды, қатар бұзып ол айуан, қу төңтөріп алған соң, атадың олы ер-егіт, ярыл болса не болды, өсескен күн дұшпаның яурынынан ярмайетін алған соң. Орғыл таудан оралып шыққан шал қоян, таз түбекке йолғар, қырғилар шауып қырға ұшқан тұрбұла құсқа йолғар, төреді йыққан ағалар, өзінен зорға йолғар, батырлар яуға йолғар, шешенлер дауға йолғар, ойда йылқы юсаса, аш қазаққа йолғар, байлардың оң яқтағы әруі бір яманға йолғар. Құрсағы юан бедеулер, құрсақсымас демеңіз, белі юан байлардың белінен медеу кетпес демеңіз, елік-елік еткен яс бала, етім қалмас демеңіз, яғасы алтын бай қызы, есір түспес демеңіз, қыр қыдырған ярлыға, мал да бітпес демеңіз, бай ярлыға теңеліп, қоныс қонмас демеңіз, арғымақ арық болды демеңіз, ер-жігіт жарлы болды демеңіз, арғымақ арық болды деп, тай құнанға бермеңіз, ер-жігіт жарлы болды деп, оны да кем көрмеңіз, ял құйрыққа қаба деп, ебеден айғыр сала көрмеңіз, ярлылыққа септі деп, байлардың қызын ала көрмеңіз, ял құйрыққа қаба деп, ебеден айғыр сала жүрсеңіз, тұманлы күн, қарлы күн, шар бұздырар ат тумас, ярлылыққа септі деп, байлардың қызын ала көрсеңіз, ел үстіне яу келсе, қабақ жөнлі оқ алып, сол байлардың қызынан яу қайтарар ер тумас. Татырлауға қонған қаз тұрна, таң маңында ұшар ол, татырлауға қонған көп ауыл, таң маңында көшер ол, тауық неше шақырса, таң болжалдан атар ол, қызыл изен, боз юсан, су арқаға бітер ол, таңлайға біткен қызыл тіл, яққа біткен 30 тіс, қиынлықта сол берен, тарсылдатып тас шайнаса ютар ол. Қоғалы көллер, құм сулар, қоныслар қоңған өкінмес, арсландай екі бұтын алшайтып, арғымақ мінген өкінмес, кілең бұздай кілшейтіп, күбелер киген өкінмес, юпарын қардай боратып, әрулер құшқан өкінмес, торы төбел ат мініп, той тойлаған өкінмес, құрама шапшақ көп қымыз, құйып ішкен өкінмес,
Екі арыслап яу шапса, оқ қылғандай шаншылса, қан жусандай егілсе, аққан судай төгілсе, бетегелі сарыарқаның бойында соғысып өлген өкінмес. Қоғалы көллер, құм сулар, қоныстар кімнен қалмаған, арсландай екі бұттын алшайтып, арғымақ кімнен қалмаған, юпарын қардай боратып, әрулер кімнен қалмаған, ялп-жалп еткен япалақ, язда кімге юлдас болмаған, яғы төклі елқайуан, язда кімді яяу қоймаған, сазылауға біткен сарағаш, ерлерге қайда салқын болмаған, сақалына сары шіркей уялап, миығына қарап шыбын балалап, языда мал ізлеген қазақтың басы қайда қалмаған. Емершен түбі сары бал, ерлерге ішкен күнде ас болған, қайратсыз туған яманлар, би болмай хан болса да тас болсын. Анадан батыр туған жалғыз көп болмасын, тек болсын. Көплерден оның несі кем, сөзіне берік болсын. Ебелер ебей ұрған, ерлердің ебеден игі малы болар ма? Яғаласа ертылмас, ерлердің еңсізден игі тоны болар ма? Ебелерім елдей еспесе, атым бар деп мінмен де, масағым тастан өтпесе, мен күбемді кимем де, үйде қалған әруім, күнде қыздай болмаса, алалым деп айтпам да, алыстағы қалың табыр дұшпанға, бар майданым етпесе, шашпай оғым етпесе, яным шығып кетпесе, оқ салыспай кетпем де. Арқадан қашқан қоянды, арғымағым маяммай, қабырғалап еркін кетпей оқламам, басымды менім кім сыйласа, қамалған күн теңлерім, көп туғаным жоқламан, яқшылардан кем көрсе, яманларман тең көрсе, аяғымнан менім басымнан, етеклеп алтын құйса тоқтаман. Ай туған жер боз болар, ел қонған жер ой болар, арғымақ көркі ял болар, ердің көркі мал болар, арғымақ ялдан айырылса, торбайып татар атқа қор болар, жігітлер малдан айырылса, ауылдағы көп яманға қор болар. Қайдай әлемет сөзлер бұл қазақ ерлардың, әрбір сыдырасы жүрегіңе сіңіп қалады, үлкен ой тудырады, дүмілі мүшіңді қозғатады. Аяулы сыйлы радио тыңдаушылар, сосындай қазақ ерларды тыңлаған соң, мен ойлаймын, сіз біздің ноғай тілге тамашаңыз келіп, әперім, машалла деп айтарсыз деп. Сау болыңыз тыңлағаныңызға.